Саламатсыздар, құрметті көрермендер. Студияда лицей жаңалықтар топтамасы. Мен 10 А сынып оқушысы Жаңбырбай Шеңерке Мейрамбекқызы. Бүгінгі жаңалықтарда көретіндеріңіз жетістіктер айдары. Бастауыш сынып мұғалімдеріне арналған алтын тұғыр математикалық олимпиадасының аудандық кезеңінің жеңімпазы Ибашева Қаламқас Исеновна 2-ші дәрежелі дипломмен марапатталды. Білім беру мекемелерінің мұғалімдері арасында салауатты өмір салтын насихаттау мақсатында ұйымдастырылған Қазақстан мұғалімдері спартакиадасының жоғарғы деңгейде өткізілуіне қосқан үлесі үшін Дүйсеке Ануарға алғыс хат берілді. Мұғалімдер арасындағы 3-ші республикалық спартакиада волейбол ерлер спорт түрінен 3-ші орын иеленгені үшін Бөкен Елжан және де Дүйсеке Ануар марапатталды. 7-8 сынып аралығындағы оқушылардың география пәнінен ұлттық олимпиадалық аудандық кезеңнің жеңімпаздары Бейбітова Аделина 1-ші дәрежелі дипломмен марапатталды. Жетекші Хаджиева Айгүл Серікқалиевна. Сүйірқұл Нұржан 3-ші дәрежелі дипломмен марапатталды. Жетекші Құрманбаева Гүлнұр Қуантаевна. Менің кіші отаным атты аудандық жас тарихшылардың интеллектуалды сайысының жеңімпаздары Әзімхан Анелия Ерланқызы 2-ші дәрежелі дипломмен марапатталды. Жетекшісі Сенбекова Алия Ирзахановна. Тоқтаболат Аяжан 3-ші дәрежелі дипломмен марапатталды. Жетекшісі Бекболатова Эльмира Сарсенқұловна. 8-10 сынып оқушылар арасындағы республикалық Қазақтың біртуар ұлы Дінмұхамед Қонаев шығармашылық байқауының аудандық кезеңінің қазақ халқының кемеңгер ұлы Дінмұхамед ғылыми жоба бағыты бойынша жеңімпазы Әзімхан Анелия бас жүлде дипломмен марапатталды. Жеңістеріңіз құтты болсын. Ата-аналарды педагогикалық қолдау орталығы ұйымдастырылып, бастауыш сынып ата-аналарына арналған отбасы тәрбие бесігі тақырыбында сабақ өткізілді. Күзгі каникул кезіндегі балалардың демалысын, бос уақытын тиімді ұйымдастыру мақсатында мектепшілік жоспары бойынша түрлі шаралар өткізілді. Волейбол, тоғызқұмалақ, футбол, дойбы ойындары, сонымен қатар орталық мұражайда экскурсиялар ұйымдастырылып, теміржолшылар парк, синема, кинотеатрларға барып, көңілді демалыстарын өткізді. Бастауыш сынып бірлестігінің талаптың мініп тұлпарын білімге ұмтыл ұрпағым айлығының ашылу салтанаты өтті. Лицей тынысы апта жаңалықтары осымен тәмам. Келесі кездескенше сау болыңыздар.